Қазақстанға танымал жас спортшыларды баптаған Смағұл Амановты көпшілік тани бермейді. Ол еңбек жолында Қызылжар ауданындағы Новокаменка ауылынан ғана 19 спорт шеберлігіне үміткер дайындады. Бұл туралы Айгүл Ысқақованың бейнематериалында толығырақ. Смағұл Аманов Қызылжар ауданындағы Новокаменка орта мектебінде ден тәрбиесінен сабақ бере жүріп, ауыл балаларын спортқа баулыды. Нәтижесінде оның шәкірттері облыс ел көлемінде зор табыстарға жетті. 1998 жылы мен осы Новокаменка ауылға Қызылжар ауданына көшіп келдік. Сол жылдан бастап сол Новокаменка орта мектебінде дене шынықтыру мұғалім болып істедім. Күресті біз енді сол балалармен бастағаннан кейін Шентимиров Аян деген бастады, Жарлығапов Нұрлан деген жігіттер осы біздің мектепте, Аубакиров Азамат, Тоқбаев Жантас, сол жігіттерден бастағанбыз. Олар сол кезде енді 4-5 класс оқитын балаларды. Смағұл Айтымұлы жыл сайын халықаралық деңгейде еркін күрестен Сермухамед Оралұлы Геннадий Зенченко атындағы бәйгеге жарыс ұйымдастыратын. 100-ге тарта жас палуанның басын қосатын бәсекеде бапкердің спортшылары үнемі жеңіс тұғырынан көрінеді. Еркін күрестен Қазақстан біріншілігінің 3 дүркін жеңімпазы Ұлбике Қасымбекова да Смағұл Амановтың шәкірті. Тоқбаев Жантас деген жігітіміз ұлттық бапкер болып қазір істеп жүр. Көп жарыстарға барады, соларға төреші болып. Сафина Вадим деген бізде солмен де занимация еткен спорт шеберіне үміткер болды. Қазір Алматыда Ткачук Максимді болды, спорт шеберге үміткер болды. Смағұл Айтымұлы бүгінгі күні облыстағы балалар мен жасөспірімдер атындағы ұлттық спорт мектебін басқарады. Спортқа жастардың келешегіне жан ашыр адам бұл жауапты қызметке әбден лайық дейді әріптестері. Смағұл Амановтың еңбекте ғана емес, өмірде де жолы болған адам. Ол отбасында әрдақты әке, жарына сыйлы азамат. Айгүл Ысқақова, Азамат Жантурин, Ақпарат.